Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан мадлен печеньесінің рецептісімен тегін бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл печеньеге миксердің қажеті жоқ. Және ерітілген сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Өте оңай рецепт. 10 минутта жасап шығуға болады. Електен өткізілген ұнымызды саламыз келесі кезекте және оның үстінен разрыхителімізді салып, тағы да венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде қою, жұмсақ, нәзік, жылтыр қамыр пайда болу қажет. Міне біздің массамыз дайын болды. Қоюлығы осындай болу қажет. Келесі кезекте мадлен печеньесіне арналған силиконовый табамызға құйып шығатын боламыз. Кондитерский мешоктың көмегімен құйсаңыздар өте ыңғайлы болады. Жасап көріңіздер, өте оңай рецепттердің бірі және өте дәмі ерекше. Осылай құйып шығамыз, толтырмаймыз. Қатты толып кетсе, печеньенің формасы бұзылады. 180 градусқа пешімізге 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің мадлен печеньелеріміз пісіп шықты. Иісі өте керемет, тамаша. Жасап жеп көруге кеңес беремін. Келесі кезекте оформлениеге кірісеміз. Яғни бізге ол үшін шоколадтар қажет болады. Арнайы жаңағы формамызға ерітілген шоколадтарды құямыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен түрлі түсті шоколадтарды қолданамын. Шоколадтарымызды қатты толтырмай құямыз. Және үстінен осылай печеньелерімізді салып шығамыз. Мен осындай розовый, қара, сары, ақ шоколадтарды қолдандым. Оформление өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Міне біз барлығын шоколадқа салып шықтық. Келесі кезекте морозильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Міне біздің печеньелеріміз морозильниктен шықты. Міне осындай өте керемет, жылтыр, әдемі печеньелер дайын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк, комментарий жазамыз. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Диана.